Быйыл әлем халық музыкалық өнерінің інжу маржаны, талантты күйші әйел, Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының халық әртісі Дина Нұрпейісованың 160 жылдығын атап өтуде. Занимаясь истинно мужским делом, Дина Нурпеисова добилась в искусстве исполнения кюя великих высот и стала признанным лидером среди народных музыкантов. Сколько ученых пытались разгадать тайну Дины, понять ее уникальность, а она до сих пор остается для нас загадкой. Дина Нұрпейісова 1861 жылы Батыс Қазақстан облысы Жаңалы ауданының Бекетайқұм деген жерінде дүниеге келген. Дина домбыра шертуді әкесі кенжеден үйренген екен. Ол 9 жасында әкесі орындаған ән күйлерді түгел үйреніп алып, орындап жүрген. Ел арасында күйші қыз атанып көзге түскен. Қаршадай күйші қыздың даңқын естіп білген Құрманғазы Сағырбайұлы арнайы іздеп келген. Атақты күйші Құрманғазы Динаны 10 жасында кездесіп, 9 жыл бойы қасына ертіп, атақты күй сайыстарына қатыстырған. Кейін күй тартпай, өз жанынан күй шығар деп ақыл берді. Домбыра менің өмірлік серігім еді. Ол ғұмырымның ұзақта қиян кескі қиын жолында серік, берік, сүйеу болды. Енді осы қимас серігімді лайықты мұрагерім саған тапсырдым деп домбырасын Динаға берді. Встреча с великим музыкантом и композитором Курмангазы и получение благословения учителя Бата и стали поворотным событием в жизни Дины. Имя Дины Нурпеисовой стало известно не только в родном ауле. Слава о ней, как о необыкновенной женщине-күйші, разнеслась по всей казахской степи. Динаның ойыны мен ерекше орындау тәсілі соншалықты әсерлі болды. Күйді тыңдағанда сіздің көз алдыңызға бояулардың бүкіл палитрасын қолданған суретшінің суреті сияқты көрінеді. Оның ойыны бүкіл оркестрдің ойнағанындай, ал домбырада тек 2 ішек. В ее руках домбыра и пела, и плакала, и веселилась. То есть она именно своей игрой и имела определенное такое психологическое воздействие на слушателей. Творчество Дины Нурпеисовой становится широко известно в Казахстане. Она получает высокую оценку и признание знаменитых народных исполнителей и слушателей. Кроме виртуозной игры на домбре, не зная никакой грамоты, Дина пробует силы как композитор и создает знаменитые кюи «Каракаска-ат», «Жигер», «Байжума», «Булбул», которые стали шедеврами в казахском музыкальном искусстве. Известный этнограф и ценитель домбровой музыки Александр Затаевич дал кюю «Булбул» высокую оценку. Он говорил: это великолепный образчик большого народного искусства, вещь, насыщенная волнующим содержанием. Она отражает душевные переживания затерянного в необъятной степи народного творца-музыканта. Ең терең және әсем күйлердің бірі тұрмысқа шыққан қызы қоңырға арналған әсем қоңыр күйі болады. Күйді Дина қызын сағынып, зарғып отырғанда шығарған. Дина Нұрпейісованың әсем сазды сияқты күйлері «Кербез», 16 жыл,
Қосалқа, Жеңіс, Қазақстанға 30 жыл, тағы да басқа күйлер. Күйшінің өзіндік қолтаңбасын айқын танытатын бір туар күйлер. Бұл күйлер арқылы Дина қазақ күйлерінің өрісін ұзартып, өресін биіктетумен бірге, өзі де ұлы күйшілермен терезесін теңестірді. Наивысшего расцвета творчества Дины Кюйши достигло в советскую эпоху. В 1937 году, в возрасте 76 лет, она становится участницей республиканского смотра исполнителей-музыкантов, а через 2 года участвует во всесоюзном смотре исполнителей на народных музыкальных инструментах в Москве. На этом конкурсе ее называют Жамбылом Дамбры. Дарынды домбырашы өзінің орындаушылық мектебін құрды. Дина музыкалық туындыларын баяндауда үлкен икемділік пен әртүстілік орындауды береді деген Ахмет Жұбанов, академик. Халық композиторлар орындаушылардың көпшілігінде оң қолының штрихтары күйдің басынан аяғына дейін өзгеріссіз қалса, Динада бірнеше рет ауысып, сол арқылы туындысы әр түрлі әдіспен орындалады. Ең белгілі күйлерінің бірі Тойбастар күйін 1940 жылы Қазақстан Республикасының 20 жылдығына арнап шығарады. Дина бұл күйінде бостандық алған, өз мемлекеті өркендеп келе жатқан экономикасы мен мәдениеті бар халықтың шалқыған қуанышын суреттейді. Бұл арнау күй, құрылымы жағынан төкпе күй. Музыка Дины Нурпейсовой живет в благодарных потомках и сегодня. Про ее жизнь и творчество в 1983 году был создан художественный фильм «Кайрам Шишем» режиссером Касымом Ахметовым. Роль Дины Нурпейсовой сыграла Бакыт Карабалина. Халқымыздың қадірлі қызы, композитор, әрі дарынды күйші Дина Нурпейсованың домбырасы. Осы фильмді Дина апайдың рөлін ойнауға шақырғанда қуандым, бір жағынан қорықтым да. Неге десеңіз, мәселе оның күйлерін тартып беруде ғана емес. Қуанышы аз, қайғы қасіреті көп. Бір ғасырдай ғұмыр кешкен тарихи тұлғаның бейнесін экранға нанымды алып шығуда ғой.
Динапайдан мен домбыра үйренгем жоқ, бірақ ол кісінің өнегесімен домбыра ұстадым. Тек менің ғана емес, ол кісі өнер сүйген бүкіл қазақ халқының, қазақ қыздарының үлгі тұтар тұлғасы. Еңсесін жоқшылықтың, зорлық-зомбылықтың зілі басса да, қажырлы, қайсар, өжетті, жігерлі, өр мінезді Динапай өзіне дарыған өнерін әділетсіз заманға қарсы қойды. Міне біз бұл фильмді асыл ана, ардақты азамат туралы әңгіме етпекпіз. Революцияның қызыл жалауымен бірге Динапайдың күйлері де халық игілігіне айналды. Динапайдың шабытты төкпелері, Құрманғазының серпінді күйлері өмірге рухани азық болды. Динапай бүкіл елге домбыраның Алатаудай асқар жамбыл атанып кетті. Халқымыздың асыл қазынасын бүгінгі дейін жеткізді. Динапай сияқты дархан дарынды биік тұлғаға құрметпен бас иеміз. Динаның өзі шығарған күйлері пластинкаларға, пленкаларға жазылып, қазақтың музыкалық қорына енді. Оның туындыларының ноталық жинақтары басылып шығарылды. Республикамызда Дина Нұрпейісованың аты мен музыкасы халық есінде ұзақ сақталады. Дина Нурпеисова была награждена 2 орденами Трудового Красного Знамени, удостоена почетных званий народной артистки Казахской ССР, заслуженного деятеля искусств Казахстана. В Атырау работает оркестр народных инструментов имени Дины Нурпеисовой. В 2011 году к 150-летию Нурпеисовой в Казахстане выпущена памятная почтовая марка. Творчество Дины Нурпеисовой уникально и самобытно. Оно неразрывно смыкает прошлое с настоящим, представляя собой своеобразный культурный мост между 2 веками казахской музыки, 2 историческими эпохами. Именем Дины Нурпеисовой названы улицы в столице и крупных городах. В городе Анкаре в год 20-летия независимости Республики Казахстан открыт парк, которому дали имя несравненной Дины Кинжикызы Нурпеисовой. На ее малой родине установлен памятник. Құрманғазы Сағырбаев пен Дина Нұрпейісованың ескерткіші 2016 жылдың 21 қазан күні Орал қаласында орналасқан. Как настоящее золото не ржавеет, так и искусство самобытного композитора Дины Нурпеисовой продолжает жить и радовать людей. Умерла Дина Нурпеисова 31 января 1955 года в Алмате на 94-м году жизни. Это был долгий и славный жизненный путь, из которого 86 лет были отданы музыке. Бүгінгі бейнесюжеттің басты мақсаты дәулескер күйшінің туындыларын насихаттау, жас ұрпақты күй өнеріне баулу және оларға үлгі өнеге көрсету. Даңқты күйші өмір жолын күй өнерінен арнап, халық жүрегінен мәңгілікке орын алды.